Тұтас бір жылқыдан шығатын қазыға рецепт. Ал мына сушилканы етке арнайы жасаттым, себебі ет жайғанда ешқандай ит пен мысық жоламайды. Строительный базардан темір уголок пен сетка әкелдім де, ағама осылай ет жайғыш жасатқыздым. Мына трубаны да строительныйдан алып осылай кестірдім. Бұл да өте қолайлы. Су жүргізетін кәдімгі пластик труба. Оны майлап жіберсеңіз, ішек тез киіледі. Егер ішек жуан болса, толығымен кигізесіз. Ал егер жіңішке болса, онда бас жағына кигізіп сала берсеңіз де болады. Трубаны ұзыннан жартылай кесіп, наждакпен тегістеңіз. Ішекті трубаға кигізген соң қазыны ұзыннан салып, бір ет, бір май қылып салып, вилкамен итерсеңіз жеңіл және жылдам кіреді. Егер етіңіз өте майлы болса, жұқалап бір сыпыра майын сылып алыңыз. Мен ішектерімді алдын ала лимонмен, тұзбен жуып алдым. Алдында көрсетілген пропорция бойынша дайындалған маринадты түгел қазыға қалыңдау етіп жақтым. Содан кейін тез-тез ішекке тығып, қазыны айналдырып жіппен байладым. Менің трубамның ұзындығы 1 метр. Сіздер қолайлы болу үшін 60 немесе 70 сантиметр етіп жасасаңыздар да болады. Бұл қазыны өзімізге айналдырып жатқан соң мен қолмен жасай бердім. Ал сіздер на продажу жасасаңыздар, перчаткамен жасағандарыңыз абзал. Қазыны кей жерлерінде вилкамен, кей жерінде саусақпен итерсеңіз де жылдам кіреді. Қалың болып тірелгенде қазыны астынан тартсаңыз, қазы өзі-ақ кіріп кетеді. Ең алғаш қазы айналдырғанда қолмен, бутылкамен, барлығымен жасап көргенмін. Ішек лыпылдап шығып кете беретін. Ал мынау труба жақсы ұстайды. Бастапқыда пропорция жазылғандай, тұз 1,5 пачка, чеснок 2 килограмм қолданасыз. Ал егер тұздың аздау болғанын қаласаңыз, тұздың 1 пачкасын, чесноктың 1,5 килограммын қолдансаңыз жеткілікті. Пропорцияда өте көп деп қорықпаңыз, дәмі өте керемет, таза қазы жегендей боласыз. Дәл осы рецептпен мен 11 жылдан бері жасаймын. Өзімізге кішкене тұзды сөрленген ет ұнайды, сондықтан етті баптап кептіремін. Ал етіне келсек, дәл осындай қазыға арналған маринад тағы біреуін жасап, оның үстіне сельдерей, кинза, укроп, петрушканы майдалап турап, қалған еттеріне жағып, үлкен кастрөлге салып, 1 суткаға қоямын. Келесі күні ғана ет жайғышқа жаямын. Маринад түнімен сіңіп, еті ерекше дәмді болады. Ал қамырын сол сорпаға илесең, мүлдем керемет дәм шығады. Өзіме өмірді қиындатқаннан гөрі жеңілдеткен қатты ұнайды. Лайфхактарым мен рецептім ұнаса, сіздің кәдеңізге жарасын. Айтпақшы, қазы жарылмас үшін қазыны зубочисткамен бірнеше жерден тесіп, сосын қазанға салып, жай отпен баптап пісіріңіз.